Қара, сен енді видео түсіріп білесің, жарықпен жұмыс жасап білесің, кадр құрып білесің, монтаждап білесің, енді не қалды? Дұрыс, осының бәрін пайдаланып, үйге нан алып келу, яғни ақша табу. Егер де сен чисто өзім үшін видео түсіремін, ешкімге қызмет көрсетпеймін десең де, бұл сабақ саған артық болмайды. Ал прям ақша табамын, жұмыс жасаймын десең, блокнот қағазыңды дайындап, мұқият тыңдап, жазып ал. Ең алдымен біреуге қызмет көрсету үшін бір нәрсені дұрыстап ұғынып түсініп алу қажет. Ол әрине сапа ұғымы. Ол тек сенің видеоның сапасы емес, жалпы сенің сөйлесуіңнен бастап клиенттің «Ай, красавчик, рахмет, өркенің өссін» деп айтқанға дейінгі моменттердің бәрі. Бұның бәрі сапа. Егерде сен нарықта ұзақ әрі өспелі жұмыс жасаймын десең, осы ұғымға толықтай мән бергенің дұрыс. Оны дұрыс түсінудің бір тәсілі ол өзіңізді клиенттің орнына қойып қарау. Сен біреуге видео тапсырыс берсең, саған қандай қызмет көрсеткенін қалар едің? Ойланарлық нәрсе, иә? Сосын өзіңізбен және клиенттермен максимально адал болыңыз. Өзіңіздің бағаңызды біліп, клиенттің де жағдайын түсіне біліңіз. Адал қызмет нәтижесі адал ақша, көңіл түзу және таза ар. Енді алғаш клиентіңізді іздеместен бұрын сізге өзіңіздің тәжірибеңізді клиентке көрсететін жұмыстар болуы қажет. Қысқаша айтқанда, портфолио. Портфолио дегеніміз сіздің ең үздік жұмыстарыңыздың жинағы. Оны әрине қалай жасаймыз? 3-4 шамай келгенше одан да көп өзіңіз үшін түсірілген реклама жұмыстарын түсіруіңіз қажет. Мысалы, ресторандарда көбіне тамақ түсіріледі. Қызыққа үйіңізде алдыңғы сабақтарда айтылған бар білімді жинақтап, бір тамақ пісіртіп, видео түсіріп көріңіз. Соны өзіңіз ерекше креатив қылып түсіріп, монтаждап қараңыз. Идеяңыз жоқ па? Проблема емес. Интернетте тамақтың реклама видеолары толып жатыр. Солардың ұнағаныңызды таңдап, қайталап көріңіз. Дәл солай кез келген нәрсенің рекламасын жасап үйреніп, тәжірибе жинақтап көрсеңіз болады. Келесі қадам айтарлық, сізде уже 4-5 видеодан тұратын портфолиоңыз бар. Енді не істейміз? Дұрыс, кез келген магазин, ресторан, кафеге барып, басты менеджерді сұратамыз. Ұялмай өз жұмыстарыңызды көрсетіп, сізге осындай бір видео түсіріп берейін деп едім. Ақысын 2-3 мың теңге десеңіз болады. Ұмытпаңыз, алдыңызда сіздің алғаш клиентіңіз тұр. Сізге алдымен тәжірибе керек, ақша емес. Ал клиентке жарнама қажет. Кез келген кәсіпорын үшін 2-3 мың теңге үлкен ақша емес. Сондықтан олардың сіздің ұсынысыңызға келісу ықтималдығы көбірек болады. Ал егер келіспесе, ештеңе етпес, басқасына барып көрсеңіз болады. Сіз ештеңе жоғалтпайсыз. Тағы бір вариант, сіз мысалы бір магазинге барып, оларға үндемей бір жарнама түсіріңіз. Бір нәрсе деп тиісіп жатса, сізге жарнама түсіріп жатырмын деп айта беріңіз. Шамасы 90%-мен сізге бұл сөзден кейін ешкім ештеңе айтпайды. Түсіріп болғасын керемет қылып монтаждап, сол магазиннің менеджеріне көрсетіңіз. Ұнаса, сол баяғыша төмен бағамен сатып жіберсеңіз болады. Есіңізде болсын, сізге алғашқы уақытта ақша емес, тәжірибе, яғни опыт керек. Тәжірибеңіз өскен сайын, кейін бұйырса бағаңызды да өсіре бересіз. Енді жарнама түсіретін магазиндерді қайдан табамын десеңіз, бәрі оңай. Мысалы, қалада бір магазинді көрдіңіз. Бірден Инстаграмын ашып қараңыз. Егерде дұрыс жарнамасы жоқ болса, болды, смело жаңа айтылған кеңестерді пайдалансаңыз болады. Егерде сіз белгілі бір себептермен өтен кәсіпорындарға кіруге, сөйлесуге қысылсаңыз, ол да проблема емес. Сіздің алғашқы клиенттеріңіз сіздің айналаңызда жүрген жақын адамдарыңыз болуы мүмкін. Не істеу керек? Жазып алыңыз. Телефоныңызда бар контактілерге шамамен былай деп WhatsApp-қа сообщение жазасыз. Сәлем, білмесеңіз, мен қазір телефонмен видео түсірумен айналысамын. Егерде сізге немесе сіздің таныстарыңызға кішігірім жарнама керек болса, мен сізге көмектесе аламын. Болды, бұл істен кейін сізге кем дегенде 4-5 адам хабарласатыны анық. Ендеше осы ең бастысы қысылмаңыздар. Қазір контент көп заманда шамамен кез келген кәсіпорындарға сіздің көбейіңіз қажет. Сондықтан тек алға, жұмыстарыңыз табысты болсын. Бұл сабақтардан кейін
мықты видеомейкер болуыңызға тілектеспін.